Армысыздар, қадірменді футбол сүйер қауым. Бұл ұлт футболы бағдарламасы. Ішкі чемпионаттағы матчтардан бөлек клубтарымыздың Еурокубоктегі бәсекелеріне де шолу жасайтын боламыз. Сондай-ақ ұлттық құраманың әр кездесулері де сіздердің назарларыңызға ұсынылмақ. Әр аптаның бейсенбісінде арнамызды қосып, бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Соңғы уақыт синдромы алматылықтарды қапы қалдырып, талдықорғандықтарға жеңіс сыйлады. Қазақстан құрамасы өз тарихында Қырғызстанға есе жіберді. Екінші алтылықта көшбасшы айқындалды. Сондай-ақ Астананың Борисовта өткен қарымта кездесуіне шолуда бүгінгі санымызда. Осы және басқа да шолуларды алдағы 25 минутта кең көлемде ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ел чемпионатының 25-ші турда өз мәресіне жетті. Жұма сенбі күні өткен матчтар тартысқа толы болып, кейбірінде тіпті сенсациялық жағдайлар тіркелді. Мұнда жеңіске жетіп тұрып, соңғы сәтте ғана 3 ұпайдан айырылғанда, турнир кестедегі жоғарғы орнына қарамастан жеңіліске ұшырағанда ұжымдары болды. Бұл санымызда сіздерге толықтай хабарлайтын боламыз. Сонымен көп сөз ұзамай шолуды бастайық. Ордабасы өз алаңында Қайратты қабылдап, күтпеген жерден 3 ұпайды өз еншісіне жазды. Шабуылда керемет өнер көрсеткен олардың бұл тегеуіріне алматылық қорғаныс тойтарыс бере алмағандай. Бақтияр Байсейітовтің жанкүйерлеріне берген уәдесі орындалып қалуы әбден мүмкін. Бір айта кетерлігі, Қайрат үшін енді чемпиондық атаққа қол жеткізу қиындай түспек. Ал Оралда жергілікті Ақжайық кезекті жеңісін тойлады. Басты қарсыласы Таразбен болған кездесуде шабуылдаумен болған Вахид Масудов шәкірттері қонақтарға еш мүмкіндік қалдырмады. Екінші алтылықтағы интрига жалғаса түсетін секілді. Кахабер Цхадзадзе шәкірттері сырт алаңда сәтсіз өнер көрсететін ұжымдардың бірі. Бұл тур осы сөзімізге дәлел болды. Қанша шабуылдағандарымен істері нәтижелі аяқталмады. Мұндағы соғылған екінші голға жауап табу аса қиынға соқты. Қорытындысында екі доп айырмасымен жеңіске жеткен шымкенттіктер Қайраттың чемпиондық үмітін бір жолата өшіргендей. Алғаш шабуыл қонақтар тарапынан болды. Исаил допты босшамадан асырмай Бауыржан Ислахонға допты қалдырған болатын. Капитанның айбалан асырған добына Жерарго басын тосқанмен нәтижелі түйіндей алмады. Ал Андрей Аршавиннің қақпаға бағыттаған жойқын соққысы қиыстау шықты. Кезекті шабуыл сол қанат арқылы өрбіді. Мұнда Бауыржан Исламхан қақпаны нысана қалған болатын, бірақ Алмат Бекбаев өз орнынан табыла білді. Алматылықтар өз бағын айып соққысынан да сынап көрді. Исламбек Қуаттың мына бір соққысы маңдайшадан сәл ғана биіктеу шықты. Артынша Нұрлан Дайыров айвалана допты шырайналдыра асырған болатын. Бірінші болып секірген Жарко Марковичтің соққысына қақпашы тосқауыл қоя білді. Ал кезекті шабуыл алаң иелері тарапынан болды. Қайрат қорғанысын бұзып жарып кірген Отар Марцваладзе Гейнрихке үн қатқан еді. Александрдың соққысына бұл жолы тағы да қорғаушылар кедергі келтірді. Мұндағы алғашқы гол 48-ші минутта соғылды. Қайрат Әшірбековтің бұрыштамадан көтерген добына Александр Гейнрих басымен сәтті ойнап, қақпаның алыс бұрышын дәл көздеді. Жарко Маркович допты шығаруға тырысқанмен, бірақ бәрі кеш болатын. Қайраттықтар тез арада жауап таба білді. 55-ші минутта Ғафуржан Сүйінбаевтың айбаланы асырған добына қорғаушылар кедергі келтіре алмаған болатын. Артынша Исламбек Қуат бос қалған қақпаны дәл көздеді. Осылайша Таразбас теңесіп кетті. Көп ұзамай Абдулай Диакатеге қарсы Жерарго ойын тәртібін бұзған болатын. Нәтижесінде дәл осы нүктеден Қайрат қақпасына қарай айып соққысы белгіленді. Мұнда Отар Марцваладзенің соққысы шебер орындалып, нәтижесі голмен аяқталды. Ордабас шабуылшылары мұнымен тоқтап қалмады. Қайрат қорғанысын әбден мазалаған Марцваладзе Гейнрихке үн қатқан еді. Александр өз кезегінде ашық тұрған Доминик Чаттоға доп қалдырды. Соңғысының соққысы Плотниктің ұлысында. Ал Анатолий Тимашевтің керемет пасынан соң Леандре Тавамбаға ешкім кедергі келтірмеген еді. Алайда соққысы әуеге кетті. Сондай-ақ Исаилдің де алыстан соққы бағыттауда дәлдік жағыстырып берді. Ойынның соңғы шабуылы да сәтсіз аяқталды. Исламхан көтерген допқа нүкте қоя алмаған Леандре Тавамба. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Қорытынды есеп 2-1. Бақтияр Байсейітов шәкірттері 3-ші орын үшін таласты бастап кетті. Қос аутсайдер арасындағы матч көпшілік ойлағандай нәтижемен аяқталды. Өз алаңдарында Таразды қабылдаған оралдықтар жаңа бапкер келгелі сәтті өнер көрсетуін жалғастыруда.
Қос бірдей жауапсыз гол соққан Ақжайық турнирлік кестедегі басты қарсыластарын қуып жетуге шақ қалды. Матч бұлай өрбіді. Руслан Валиулиннің көтерген допқа жолай басын тосуы аса қауіпті болмады. Артынша Мани 2 ұрымтал сәтке ие болды. Бірінде қақпаға соққы жұмсап, кипердің қайтаруымен аяқталса, екіншісінде Григорьевке үн қатты. Бірақ Антонның мергендігі сыр берген болатын. Екінші таймның басында допқа соңына дейін күрескен Валиулин спорттық снарядты алаңның сызығынан сақтап қалып, Дудченко ғасырда. Қақпа бос қалған еді, ал Константиннің қайшылап теуі командасын ұят жағдайға қалдырғандай. Сондай-ақ Фредди Каранель де ұрымтал тұстан мүлт кетті. Есеп 54-ші минутта ашылды. Сергеенко сол қанат арқылы қақпалдына пас шығарған сәтте аяғын тосқан Дудченко гол соғып командасын есепте алға шығады. Одан соң Эдуард тарапынан кезекті тамаша пас орын алды. Бұл жерде тағы да Дудченко қақпашымен жеке дара шығар сәтте айласын асыра алмады. Александр Григоренко дер кезінде өз орнынан табылған болатын. Көп ұзамай Тарас шабуылға көшті. Александр Пишурдың мына бір соққысы қақпашының сейв жасауымен аяқталды. Жанкүйерлер екінші голға 81-ші минутта куә болды. Керемет пас алмасқан оралдықтардың шабуылынан нүкте қойған Мирослав Личич. Соңғы шабуыл айып соққысынан. Доп әуелегенде бірінші болып жеткен Тәжімбетов алыс бұрышты биіктеу көздеді. Соңғы сырықтында үнесіл, мұндағы тіркелген есеп 2-0. Ақжайық соңына дейін күресуді жөн деп санағандай. Атбасын Қостанайдағы матчқа бұрайық. Мұнда тобыл біршама үзілістен соң көптен күткен ұшу пайларына да қол жеткізді. Бапкер тактикасы мен ойыншылар қарқыны қарағандылық қонақтардың мысын басқандай. Қос бірдей жауапсыз гол және екінші алтылық тізгіні. Турдағы ең нәтижелі ойын Атырауда өтті. Қаласы мен Аттас клуб Талдықорғаннан келген ойыншыларды қабылдап тартысты ойынды халық назарына ұсынды. Мұнайшылардың шабуылдағы ойыны керемет болғанымен қорғаныстағы қимылдары сәтсіздікке ұшырады. Екі тур бойы жеңіске жете алмай келген қостанайлықтар кеншілерге қарсы ойында барын салып 3 ұпайға қол жеткізуді ойлады. Нәтижесінде клубтың сүрмелген шабуылшысы Сергей Хижинченко дубль жасап діттегендеріне жетті. Ал қарағандылықтар екінші кезеңді сәтті бастаған болатын, бірақ соңғы ойындарда асығы алшысынан түспеуде. Матчтың басында айып соққысына ие болған Шахтердің бұл стандартын Мақсат Байжанов орындады. Жақын бұрышқа көзделген соққыға дәлдік жетіспеді. Ал Чиприандегі асырған мына доп аса қауіпті болды, бірақ Шахтер үшін абырой болғанда қақпашысы өз орнында. Одан соң Шахтер ойыншылары қарымта шабуылға шыққан болатын. Бір-бірімен пас алмасқан олардың мына бір қимылы нәтижесіз аяқталды. Томас Шимкович сол қанаттан допты аутқа шығармай қақпалдына пас шығарған тұста Хижинченко сәтті түйіндей алмады. Мұндағы соққыға қақпашы тосқауыл. Сол қапталдан асырылған кезекті пасқа басын тосқан Айдос Тәттібаевтың соққысы нысанадан мүлт кетті. Есеп 66-ші минутта ашылды. Чиприандек алаңның орта тұсынан 5-1 Шахтер ойыншысын қапы қалдырып, айвалана енген тұста Хижинченкоға допты қалдырды. Сергей ұзақ ойланбастан керемет әдіспен гол соғып, командасын есепте алға шығарды. Артынша Шимкович ұрымтал тұсты ашық тұрған әріптесіне допты қайтармай қақпаға өз соққы жұмсаған еді, бірақ сантиметрлер ғана қиыстау. 72-ші минутта қақпашы мен қорғаушы қателген Хижинченко кешірмеді. Бос қалған қақпаны жойқын соққысымен дәл көздеп есепті еселей түсті. Одан бөлек Байжанов қалдырған пастан соңда Убингке дәл соққы жұмсауда ешкім кедергі келтірмеген болатын. Бірақ төреші ойынның аяқталғандығын білдірді. Мұндағы тіркелген есеп 2-0 тобылдың пайдасында. Енді кезек Атыраудағы ойынға да келіп жетті. Мұнда турдың ең тартысты әрі ең нәтижелі кездесуі өтіп, жанкүйерлерге керемет әсер сыйлады десек те артық айтқанымыз емес. Себебі қос тараптың ойыншылары бір-бірінің қақпасын 3 мәрте дәл көздеп тең есеп тіркелді. Бір айта кетерлігі алаң иелері соңғы сәтте ғана 3 ұпайдан қағылған болатын. Есепті бірінші болып ашқанда Атырау. 12-ші минутта Владимир Ажанов өзіне доптың келгенін күтіп, дәл айбалаңның сызығына қақпаның кілтін таба білді. Валентин Чуриев те өз қапталы арқылы жылдамдығын өдетіп, қақпаға қарай алыстан пас аралас соққы жұмсаған еді. Алайда қақпашы керемет қимылдады.
Ал Мартин Кляйннің айып соққысы жойқын шыққанымен сәл ғана қиыстау. 52-ші минутта есеп еселенді. Эсатовтың түсініксіз қимылынан соң Пшемислав Тритко өз түйіндеге көшті. Нәтижесінде доп қақпаның ішінен табылды. Көп ұзамай талдықорғандықтар есеп айырмасын қысқарта алды. Қарсылас қақпасы алдында әріптесінен допты күткен Деян Жерманович берген мүмкіндікті ұтымды пайдаланды. Қорғаушылар қателікке бой алдырған тұста Ажановтың тағы бір гол соғатын жөні бар еді. Бірақ бұл көздегені 72-ші минутта орын алды. Оң қанаттан асырылған допты жерге тоқтатпастан қақпаға жұмсаған Ажановтың соққысын қайтару қақпа үшін қиынға соққан тәрізді. Есеп 3-3. 86-ші минутта таблодағы көрсеткішке тағы да өзгеріс енді. Бұрыштамадан доп әуеленіп, қорғаушылардан кері серпілген сәтте Марко Джалович қақпаның жақын бұрышын көздеуде қателікке бой алдырмады. Арада 3 минут уақыт өткенде тараз басы теңесіп кетті. Қарымта шабуыл кезінде Тоқтар жаңғылышпай қалдырған керемет пасты голға айналдырған Нарик Бегларян жетісуды жеңістен аман сақтап қалды. Қонақтар тіпті жеңіске жетуге де шақ қалған еді. Бұрыштамадан доп ойынға қосылғанда бірінші болып секірген Бегларянның соққысы маңдайшадан серпілді. Ал екінші рет бағыттағандағы соққы траекториясы әлдеқайда биіктеу. Осылайша ойын аяқталды. Тіркелген көрсеткіш қос ұжымды қанағаттандырмайды. Айта кеткеніміз жөн, Астана мен Оқжетпес арасында кездесу қазанның 26-сына ауыстырылды. Бұған себеп елордалық ұжымның Еуропа лигасында бақ сынауы болатын. Сондықтан бұл матчты біз кейінірек тамашалаймыз. Ал енді соңғы кездесуге де келіп жеттік. Ақтөбе мен Ертіс текетіресі алғашқысын пайдасына шешілді. Алаң иелерінің мұндағы комбинациялық ойындар мен соққылары басымдау. Сондай-ақ матч барысында Ертіс қорғаушылары өз айбалаңдарына допқа қолымен жанасты ма? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Турдың орталық ойыны Ақтөбе мен Ертіс арасында кездесу. Бірі үштікті тәмамдап тұрса, екіншісі алтылықты. Сондықтан екі жаққа да ұпайлар ауадай қажет. Әсіресе турнирлік кестедегі орын сақтап қалу керекуліктер үшін аса маңызды болатын. Өткен турларда тек жеңілістен көз ашпаған Димитар Димитров шәкірттері мұнда да минимал есеппен жол беріп қойды. Ойынның басында Виталий Лиге қарсы ойын ережесі бұзылып, осы нүктеден айып соққысы белгіленді. Игнасио Эррера орындаған соққыға Самат Отарбаев жауап таба білді. Артынша Бобир Давлатов қалдырған допты Алексей Щеткин іліп әкетіп, қақпалына қарай шығарған тұста Никита Бочаров үлгере алмады. Бұрыштамадан соң Семир Кирланың басымен бағыттаған қос соққысында нәтижесі аяқталды. Алаң иелерінің керемет комбинациясы назарларыңызда. Тек нүкте қою жағы сәтсіз аяқталды. Соққының авторы Давлатов. Бұл жерде пас шығарған Щеткиннің шеберлігін айта кеткен жөн. Ал Асланбек Кәкімов тарапынан бағытталған пасарлас соққыны тоқтату қиынға соқты. Екінші таймдағы Игнасио көтерген допты Отарбаев өз елігінен алысқа жіберді. Есеп 66-ші минутта ашылды. Қарсылас жарты алаңында допты тартып алған Кирилл Шестаков Кәкімовке пас шығарды. Асланбек өз кезегінде соққы жұмсағыш Давлатовқа үн қатса, Бобирдің соққысы Лориядан кері серпілді. Дәл өз сәтте пайда бола кеткен Никита Бочаров бос қалған қақпаға спорттық зарядты тоғыта салды. Ал таразы басын теңестіруге тырысқан қонақтардың мына бір шабуылы нәтижесіз. Роман Мұртазаевқа дәлдік жетіспегендей. Кезекті шабуыл кезінде Шестаков бағыттаған соққы бағанадан кері серпіліп Никитаның иелігіне келген еді. Оның соққысына Ертіс қорғаушысы қолымен кедергі келтіргенімен төреші оны байқамай қалды. Артынша қақпашымен бірге бір шыққан Щеткиннің соққысы қиыстау кетті. Матчта өз мәресіне жетті. Минималды есеппен басым түскен аққызылдар біршама үзілістен соң 3 ұпайларына да қол жеткізді. Екінші турдан соң алғашқы алтылық мынадай кейіпте. Астана 59 ұпаймен әлі де көштің басында. Және оларда қосымша бір ойын бар екендігін айта кетейік. Ал алматылықтар болса олардан 7-ге кем. Ертіс 41 ұпаймен 3-ші тұғырын әзірше сақтап тұр. Оқжетпес 40-та қанжығаласа, шымкенттіктер 37 ұпаймен толықты. Ақтөбенің көрсеткіші 32.
Енді екінші алтылыққа назар аударсақ, мұнда Тобыл жеке дара көш басына шықты. Еншілерінде 32 ұпай бар. Ал Атырау 30-бен екіншіге түсіп қалды. Жетісу 27 ұпаймен 9-шы орында орналасса, Қарағандылықтар 24 ұпаймен 10-шы сатыда. 22 ұпайы бар Тараз 10-дықтан тыс қалса, Ақжайықта соңғы уақытта керемет нәтиже 20 ұпай. Ал сүрмегендер тізімі мынадай: 25-ші турдан соң алғашқы 5-ке ешқандай өзгеріс енбеді. Ивуарлық шабуылшы Жерарго 16 голмен бірінші орында. Ал екінші сатыда 13 голмен оның командаласы Бауыржан Исламхан орналасса, үздік үштікті 12 рет қақпаны тура көздеген Душан Ставич шәмәмдап тұр. Сондай-ақ Ертіс форварды Роман Мұртазаевтың көрсеткіші осындай. Алайда оның екеуі пенальтиден болғандықтан әзірше 4-ші сатыда. Азат Нұрғалиев болса 11 голмен 5-ші орында. Екінші бесік мынадай кейіпте: Тараздың Қарамажаны Малик Манес 8 голмен 6-шы орында. Одан кейін 7 рет мергендігімен танылған оқ жетпес шабуылшысы Марат Хайруллин орналасқан. Дәл осындай көрсеткіші бар Тобылдың форварды Сергей Кижинченко 8-ші сатыда болса, 9-ші орында Қайраттың танымал легионері ресейлік Андрей Аршавин. Оның еншісінде 6 гол бар. Сондай-ақ Астананың сербиялық ойыншысы Джорджи Деспотович те осындай мөлшерде қасас қақпасынан саңылау тапқан. Ал енді 25-ші турда қай ойыншылар үздік атанды, соған назар аударайық. Ақтөбе қақпашы Самат Отарбаев Ертіске қарсы ойында бірнеше қауіпті соққылардың бетін қайтарды. Сондықтан қақпа иелігіне дәл осы кейпер лайық. Ал қорғаныстағы шеп мынадай ойыншылардан құралмақ: сол қанатта Валентин Чуреев, ортаңғы тұста Майкл Адиби мен Фернандер Кассай, ал оң қапталдағы үздік Александр Симчевич. Жартылай қорғаушылардың арасынан бұл турда Доминик Чатто мен Владимир Ажанов өз ұжымдарына көп көмегін тигізді. Сондықтан құрамға алынды. Ал шабуыл шебі мынадай: қос қапталда керемет өнер көрсеткен Отар Мацваладзе мен Чиприан Диак командаларының ойынын жүргізіп отырды. Сондай-ақ Никита Бочаров өз позициясында үздік танылса, өткір шабуылда тобылдық форвард Сергей Кижинченко соңғы кездесуде оның қос голы клубына 3 ұпай сыйлаған болатын. Ақтөбе бапкері Юрий Өткүлбаев құрамның жаттықтырушысы болуға әбден лайық. Көптен күткен ұлттық құрама ойыны біз үшін сәтсіз аяқталды. Бішкекке аттанған аяқтаушыларымыз жолдастық кездесуде Қырғызстан құрамасына күтпеген жерден жол беріп қойды. Өз тарихында 7 мәрте жолдар түйіскен екен, және қырғыздар тұңғыш рет қазақтардан басым түсті. Тарихқа өзгерсең, амал жоқ, топ-томалақ. Мұндағы соғылған қос голда алыстан бағытталып керемет орындалды. Гол авторлары Валерий Кичин мен Мирлан Мурзаев. Сондай-ақ өткен аптада Астана Еуропа лигасы плей-офф турындағы беларустық Батыге қарсы қарымта ойында тең нәтижеге қол жеткізіп, екінші жыл қатарынан қазақстандықтарға Еурокубокты күз маусымын сыйлады. Борисов аренадағы тіркелген есеп 2-2. Астана сапынан гол соққандар Немания Максимович және Патрик Твумаси.
Оған алаң иелері сапынан Михаил Гордичук пен Игорь Стасевич жауап қатты. Сонымен Астана екінші жыл қатарынан кәрі құрлық бәсекесінің топтық кезеңіне жолдама алып отыр. Жеребе бойынша елордалық ұжым Б тобында сынға түспек. Оған қарсылас атанғандар грекиялық Олимпиакос, кипрлік АПОЭЛ және швейцариялық Young Boys. Аталған клубтарды азулы деп айта алмаймыз, сондықтан Астанадан алдағы күндері жеңіс күтетін боламыз. Бүгінгі санымыз өз мәресіне жетті, құрметті жанкүйерлер. Әр аптаның бейсенбі күнде ел чемпионатындағы сондай-ақ клубтарымыздың халықаралық аренадағы кездесулеріне шолу жасайтын ұлт футболы бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Спортпен шұғылданыңыздар.